Бутябай ресми түрде жобамен қоштасты, күтпеген жағдай орын алды. Құрметті көрермендер, біз бүгін сіздермен маңызды жаңалықпен бөлісу үшін маңызды ақпаратпен бөліспекпіз. Соңғы бір айдан бері барлығыңыз бізге сұрақ қойып алаңдап жүрген бір жағдай бар. Неге Бутябай қосылайық жобасында жоқ? Барлығымыздың сүйікті жүргізушіміз Бутябай. Сұрақтар көп, бірақ жауап жоқ. Бүгін Бауыржан мырза күтпеген мәлімдеме жасады. Ол жобадан кеткенін Инстаграмдағы жазбасы арқылы мәлімдеді. Иә, жақын. Иә, бір ай болды, эфирде жоқпын. Сұрап жатқан жандар өте көп. Шүкір, орным бар екен. Иә, рилстар аптасына 1-2 ғана салып жүрмін. Иә, сторис жүргізбей қойдым. TikTok жайлы дым демей-ақ қояйын. Иә, сондай состояниедемін. Бірақ әр нәрсенің қайыры бар демей ме? Деп көзіне жас алды Бауыржан мырза. Желі қолданушылары жарыса жазды. Бутябайсыз қосылайық мүлдем басқаша болып кетті. Жобада көңілді, шынайы атмосфера жетіспейді. Балауса ханымның дауысы тым салқын, жүрегімізді жылталмайды. Бутябайсыз бұл жоба жай ғана бос көрініс, әр апта сайын тек Бутябай үшін көретін едім. Ол кеткелі бері қызық қалмады. Балауса ханым әзіл қалжыңнан алыс сияқты, бізге жақын болуды білмейді. Бутяны қайтарыңыздар. Бутябай қайда кетті? Жүргізуші өзгергеннен бері жобаны көру қызықсыз болып кетті. Бутябай секілді шынайы адамның орны бөлек деп жарыса жазды көрермендер мен желі қолданушылары. Еске салайық, Диана ханым Скатова 4 маусымда жобадан кеткен болатын. Диана Скатова мен жоба арасындағы дау-дамай себепті жобаны тастап, тікелей эфирден кеткен болатын. Бірақ маусым соңына дейін уақытша қайта оралды. Дегенмен жаңа маусым басталғанда Диана Скатова ресми түрде жобадан кеткенін жариялады. Ал бүгін Бутябайдың күтпеген мәлімдемесі көрермен қауымды абдыратып тастады. Бутябай жобаға қайта орала ма? Біз оның қайта оралатынына сенеміз. Мүмкін бұл тек уақытша шешім шығар.